Сау ұйқы. Сәлем, менің атым Мадина. Бүгін мен сендерге ұйқының маңыздылығы жайында айтып беремін. Біз ұйықтап жатқан кезде денеміз гормондар деп аталатын маңызды химиялық заттектерді өндіреді. Балалар мен жасөспірімдерде ұйықтаған кезде өсу гормоны өндіріледі. Ұйқының аздығы ашушаңдыққа апарады және адамдармен қарым-қатынасымызға нашар әсер етеді. Сондай-ақ жүректің, мидың жұмысының бұзылыстарына және көптеген аурулардың пайда болуына ықпал етеді. 6-9 жас аралығындағы балалар тәулігіне 10 сағатқа жуық ұйықтауы қажет. 10-12 жас аралығындағы балалар кемінде 9 сағат ұйықтауы қажет. Жасөспірімдер 8-9 жарым сағат ұйықтауы қажет. Күнделікті бір уақытта ұйқыға кетіп, бір уақытта оянған дұрыс. Жақсы ұйықтау үшін ұйықтайтын бөлмені дұрыс жабдықтау қажет. Жататын матрас ыңғайлы және омыртқаны жақсы ұстауы қажет. Ұйықтаған кезде бұлшықет пен омыртқа босаңсып, демалуы үшін жастық мойын омыртқаның табиғи күйде орналасуын қамтамасыз ету қажет. Төсектің жабындысы мақтаматадан болуы қажет. Оны кемінде апта сайын ауыстыру қажет. Ұйықтағанда киетін киім жайлы матадан болуы қажет. Оны кемінде аптасына 2 рет ауыстыру қажет. Себебі ұйықтаған кезде біз терлейміз. Ұйықтар алдында бөлмені желдетіңіз. Бөлме салқын болуы қажет. Температура 15-19 градус аралығында болғаны дұрыс. Төсектен артық заттарды алып тастаңыз. Ұялы телефон мен планшетті төсектен алысырақ қойыңыз. Телевизор, компьютер және электрондық гаджеттер ұйқының сапасына нашар әсер етеді. Сондықтан оларды ұйықтайтын бөлмеде мүлде ұстамау қажет. Олар көгілдір сәуле шығарады. Сондықтан миымызға күн әлі батпаған деген ой келуі мүмкін. Сондықтан гаджеттерді пайдалануды ұйықтар алдында 1 сағат бұрын тоқтату қажет. Ұйықтар алдында шай мен кофе ішпеңіз. Себебі олардың құрамында кофеин бар. Кофеин жүйке жүйесі мен жүректің жұмысын қоздырады. Сондықтан босаңсып ұйқыға кету қиындайды. Асқазанға ауырлық түсірмеу үшін ұйықтар алдында 2-3 сағат бұрын кешкі асты көп ішпеу қажет. Ұйқы алдында қарныңыз ашса, 1 стақан айран ішу немесе жеміс жеу қажет. Ұйықтар алдында 3 сағат бұрын спортпен айналыспау керек. Дене жүктемелері кезінде ми жұмысын артық қоздыратын гормон бөлінеді. Сондықтан ұйқыға кету қиындайды. Спортпен таңертеңгі немесе түстен кейінгі уақытта айналысқан дұрыс. Терезе мен есікті жабыңыз. Шуыл естілмеуі қажет. Шалқайып немесе бір бүйірде жатып ұйықтаған дұрыс. Осылай жатқанда бұлшық ет босаңсиды. Егер етпетіңізден жатып немесе аяқты бауырға жинап ұйықтайтын болсаңыз, таңертең арқаңыз ауыруы мүмкін. Қайырлы түн.